Баршаңызға сәлем. Мен бүгін қазының рецептімен бөлісейін дедім сіздерге. Мен көп көлемде жасап жатырмын, бірақ та сіздерге біреуін көрсетіп кетейін деп шештім. Біз сарымсақты теркіден өткізіп, қара бұрыш, тұз, сарымсақты араластырып аламыз. Оның мариновкасы сол. Сосын етімізді осылай ұзынша етіп турап аламыз. Және шекке сиятындай етіп, майынан, етінен жақсылап тұрып. Сөйтіп әр етінің майын жақсылап осылай жағып шығамыз жаңағы мариновкамызды. Барлығына түгел жағылу керек. Барлығына түгел жағылса, сонда дәмі де күшті болады. Қазының асқан кезде де иісі деген керемет шығатын болады. Осындай рецептпен жасап көріңіздер. Әркім әрқалай жасайды. Біреулер жаңағы кинза қосады. Енді осы біреуін көрсетіп кетейін. Шегімізді жақсылап таза суға жуып аламыз, салқын суға. Мен пищевой содамен жуып алам. Пищевой сода тұзбен жуып алсаңыздар, вообще иісі қалмайды шектің. Сол үшін осындай зубочисткамен қыстырып алам бір шетін, а то еттеріңіз шығып кететін болады. Сол үшін бір шетін қыстырып, мына жағынан салатын боламыз. Мен сіздерге лайфхак айта кетейін. Осындай 5 литровый баклажканың аузын қиып, осылай салсаңыздар болады. Сол кезде оңай салынатын болады. Осылай жасап көріңіздер. Етті осылай сала береміз. Салғаннан кейін ар жағынан бір қолыңызбен былай жылышта бересіз, сонда ет өз-өзін тартып кете беретін болады. Жасалу жолы оңай, жасап көріңіздер. Кім қалай жасайды, қазыны өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Менің каналымдағы видеолар ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, тіркеліңіздер. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Осылай етімізді сала береміз. Бұны қаз айналдыру деп айтады. Енді басқа елдерде қарайды біздің Қазақстан каналдарын, біздің қазақтың ұлттық тағамдарына өте қатты қызығады. Сол үшін осы салт дәстүрімізді ешқашан жоғалтпайық. Осындай етіп сала береміз. Өстіп салып, қолыңызбен осылай жылышта берсеңіз, ары қарай өзі тартып кете беретін болады. Мен негізі көп көлемде жасап жатырмын қазыны, бірақ та сіздерге бір ұзынын көрсетейін деп көрсетіп жатырмын. Осылай сала бересіз. Ешқандай қиындығы жоқ. Сосын алдын ала жібіңізді дайындап қойыңыз. Қазір екі шетінен байлаймыз. Жібіңіз қатты 4-5 қабат қалыңдау болсын. Жұқа болса, ол үзіліп кетуі мүмкін. Сол үшін қалыңдау етіп байлаған дұрыс. Мына екінші шетінде де осылай зубочисткамен қыстырамыз. А то екі шеті қыстырып кетеді, шығып кетуі мүмкін да. Сол үшін осылай екі шетінен осылай зубочисткамен қыстырамыз. Сол үшін бірінші бір жағын байлап аламыз. Байлағанда мықтап байлаңыздар, а то шешіліп кетуі мүмкін. Мықтап байлап, сөйтіп 4-5 айналдырып, сөйтіп барып қоясыздар. Қазыңыздың еті слишком көп, слишком аз болып кетпесін. Көп болып кетсе, ол шегіңіз жарылып кетуі мүмкін. Ал аз болып кетсе, былқылдап піскенде де бір түсі қаз сияқты болмайды. Сол үшін өздеріңіз қолдарыңызбен жобалап ұстап қараңыздар. Слишком көп болмасын, слишком аз болмасын қазыңыздың еті. Бірінші жағын байладық, енді екінші жағында да тап осылай етіп байлаймыз. Енді бұны осылай қазы айналдырып болғаннан кейін бір күн бойы салқын жерге қойып қоясыз. Өйткені бір күн бойы мариновкасы сіңу керек қазының ішіне. Сол бір күннен кейін барып морозилкаға салып қойсаңыздар болады. Кез келген уақытта алып, асып жіберсеңіздер болады. Бұл қанша уақыт болса да морозилкада тұра береді. Осылай екінші жағында да байлаймыз, өстіп. Сосын екі жағында да байлап болған соң барып, екі жағындағы зубочисткасын осылай алып тастаймыз. Міне осындай қазы шықты бізде.
жасап көріңіздер, ас болсын. Осылай ұстағанда да міне белгілі болады, өзі қалың емес, слишком